отбасылы болып тұрған кезде, мысалы, сенің тарапыңнан ешқандай қателік кетпеді деп ойлайсың ба? Таяқтың екі ұшы болады, мүмкін қателік кеткен шығар. Мысалы, неден қателік кетті деп ойлайсың? Қазір мысалы, ол кісілер де көріп отыруы мүмкін. Менің енем негізі бетіме еш нәрсені басқан емес. Ананы сүрт, мынаны бет деп. Күйеуімнен маған инфекция жұқты. Содан бала түсті, баладан операцияға түстім. Бақсы балгер көріпкелдерге бару дұрыс деп ойлайсың ба енді? Жоқ. Неге өзің барасың онда? Бала көтермейтін деймін де бар, өйткені каждый день стресс, каждый день жылау. Сол себепті де бала бермеді деп ойлаймын. Негізі қаладыңдар? Өте. Оқымаған дұғам жоқ, аяқ ауырлардың үйінен ұрламаған затым жоқ, арым бар ғой. Аяқ ауырлардың екі бұдың ортасынан да өттім, дәрілер де іштім, сүрелер де оқыдым, 42 күн оқу керек сүре бар екен, оны да оқыдым. Еш нәрсе болмады. Всем сәлем, не әңгіме ету жобасының көрермендері. Араға азғантай уақыт салып, бізде кезекті сұхбат. Бүгін бізде сұхбат беретін спикеріміз Дония деген блогер қыздарыңыз келіп отыр. Шын аты негізі Аружан. Қош келдің. Жалпы жағдайың қалай? Қазір шүкір жақсы болады. Мен өзімді реттеп келе жатырмын. Біздің көрермендерге түсінікті болу үшін айта кетейін, бұл қызды кейбіреулеріңіз тануларыңыз мүмкін, өйткені кезінде бір болайыққа кішігірім қатысқандары бар, бір-екі эфирлерде байқап қалуларыңыз мүмкін. Сол себепті сіздерге де бөтен емес. Жалпы сұрақтарды бастайық. Осыдан 2 күн бұрын сторисынан көрдік. Подкастқа, интервьюге шақыратын адамдар бар ма? Айтатын дүниелерім бар дедің, не себепті, қандай дүниелер сізде айтылмай қалды? Себебі біз Астарлы Ақиқатқа бардық. Ол жерде сарапшылар, жүргізушілер менің жағдайым қандай болғанын, қалай енеммен тұрғанымды еш нәрсені толық айтқан жоқ. Түсінбейді да, келіп отыра салды, болды. Сонымен тема жабылып кетті. Шикі болып қалды ма? Астарлы Ақиқатқа бардың, білмеймін енді, сені шақырды ма әлде сен өзіне? Шақырды. Ол жаққа бардың, бүкіл республика деңгейінде талқылады сендердің өмірлеріңді, бірақ жалпы соңындағы результат дейді ғой, итогы, сол итогы не болды оның сонда? Итог жоқ болды, мен осылай отыр қалдым, сонымен бітті болды деді, мен барлығын шешіп алып, мен түсінбедім. Может, ойладым, екіншісі болатын шығар деп, жоқ, ондай ештеңе болған жоқ. Негізі ондай ұрысты, ондай айғайды, мен енемен жалғыз үйде тыңдап жүрген адамын. Негізі ойлағам, кәдімгідей ақыл айтады, шешіп береді, кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс. Ол кісілерді мен осылай жамандауы, түрлі нәрселер айтуы, мысалы мені как мусор сияқты лақтыра салуын, соның барлығын реттейді, ол кісіге ақыл айтады, кімнің кім екенін сол эфир көрсетеді деп мен ойладым, бірақ олай болған жоқ. Нақты айтайықшы, ненің реттелуін қаладың? Менің енемнің маған жаза беру неше түрлі балағат сөздері, маған тиктокқа салуы, мені балағат сөздермен соның барлығын тоқтағанын, күйеуімен ажырасуды, солардың бәрін реттегенін қаладым. Және бізде білесіз, Тараз кішкентай, барлығы білет, танит, енемнің адамдары көп, маған каждый бүйтіп қолын шошайтып сөйлегені қажет емес. И сол мен істің анық қанығын елге білдіргім келді, бірақ олай болған жоқ. Қазір сендер бірақ толыққанды ажыраспағансыңдар, Иә. Әлі де некедесің? Иә, разводқа беріп жатырмын, болмай жатыр. Мен кетіп қалып жатырмын түлектеріммен. Мен заявление берген кезде ол адам қабылдаған жоқ. Сонымен, в общем, екі ортада жүрміз. Жарайды, енді бұрынғы отбасың, енеңді барлығын енді Инстаграмға салдың, минустарын айттың, әлі күнге дейін салып жатсың, Астарлы Ақиқатқа бардың, барлығын істедің. Енді бұл жердегі менің түсінгім келгені, сенің целің қандай болды? Мен целім... Жалпы саған не керек? Маған еш нәрсе қажет емес негізі. Мен өзімді бір мусор сияқты сезініп қалдым ба, маған обидно болды. Өйткені мен қыз баласымын, жігіт артымнан қанша жүгірді, қанша екеуміз сөйлестік, сонымен түбінде үйлендік. Мысалы, мен мамам мені ұзатты, жалғыз басты ана болса да, бізде той барлығы болды. Одан
мен көтерген кезімде больницаға түсіп қалдым. Базарға жұмысқа шықпағаным үшін маған осындай түлік істетті. 6 ай күйеуімді асырадым, киіндірдім. Мысалы, күйеуімді бір киімсіз жіберді маған. Ал қалай отырмыз, тура осылай келді қыста. Достардың курткасын киіп бітірді қыста. Бүткіл шығынды кредит, мысалы, біз 200 000 кредит төледік айына. Соның барлығы одан күйеуім қасында жатса, каждый день мамасы жазады. Ана қатын таста, мен саған 10 әйел десең 10 әйел әперем, андай мұндай, неше түрлі мені қарғап, сілеп. Одан оқырмандарым да жазады маған. Осындай енеңіз андай гадалкаде сіздің фотоңызды, күйеуіңіздің фотосын ұстап алып жүр. А мен аяқта операцияға түсіп жатырмын. Өлім мен өмірдің екі ортасында болдым. Операция ауыр болды. Операция не себепті? Күйеуімнен маған инфекция жұқты. Содан бала түсті, баладан операцияға түстім. Өзім мамам үйінде, мысалы, артына іздеп келетін адам жоқ. Как мусор сияқты жүрдім да. Күйеуіммен, мысалы, қойш деп барлығына шыдап, осының бәрін маған көрсетсе үндемей жүрдім. Балаларын шақырды да, мен тупақ көз жібере салды. Мысалы, маған обидно. Бұл операция болған уақыт бұл қай кезде? Бұл ажырасқанның соңында ма әлде ортасында ма? Ажыраспай тұрып, енем бала түсті ғой. Түскеннен кейін біз кеттік. Кеткеннен бір айдай мен жүрдім. Емделдім, болмады. Сонымен приступ беріп, мен больницаға экстренный болып операцияға түстім. Воспаление суықтан болған. Мен үйлене салып 3 күннен кейін базарға жұмысқа шықтым. Сауда оңай емес. Сояққа жұмысқа шықтым, үйге үй жинаймын, тамақ істеймін. Солай өмір сүрдім. 6 ай күйеуіммен бөлек тұрдық, тыныштық берген жоқ. Екеуміздің ауызбіршілігімізді құртты негізі. Киіндірдім, той-томалақтарға бардық, бәрін жасадым. Содан 6 айдан кейін қайтадан енем шақырды. Бардым. Ол кезде уже бара сап. Мен ол кезде бүткіл алтыным, шубамды алып қойған, айтпаған сөздер қалмаған. Уже бірақтан да енемді бұрынғыдай, ең басындағыдай сыйлап бастадым. Спокойно жүрдім. Таңғы 9-дан кеш сағат 8:30-ға дейін жұмыс істеймін. Үйге келіп тамақ істеймін. Екеуі душқа түседі, үйтеді, бүйтеді. Аяғын уқылаймын енемнің. Сонымен екеуі ұйықтайды. Мен жатқанша түнгі сағат 2-3 болады. Қайттан ұйықтайсың, күнде одно и то же өмір болды. Сонымен енем ішті. Ішкеннен кейін осылай қуып жіберді. Ол ішімдік ішу оқиғасы вообще сол соңында болды ма сонда? Ажырасуға дейін? Иә, ең басында үйлене сап бір айдан кейін де ішті ғой. Ішкеннен кейін қуып жіберді. 6 ай бөлек тұрдық. Біз уже екінші рет енеме барған кезде енемнің мамалары, бауырлары ешкім енеммен араласқан жоқ. Күнде базарда бір-бірімізді көреміз, бірақ бізбен амандаспайды. Мен әрі өткен сайын мені түртпектеп маған былай сөйлейді. Бірақ соның барлығына шыдап жүрдім. Енем қуып жүрген күйеуім мені мамама әкеп тастады. Өзі 2-3 күн жоғалып кетті. Сонымен маған қайттан жүр дейді. Мен сонда бір ай шешеммен де өмір сүрем, бір ай ол жақта өмір сүрем ба, күйеуім ешнәрсені шешпеді. Сонда мен ренжідім, бара алмаймын деп айттым. Күйеуің айтты саған қайттан қосылайық деп, е? Қосылайық, ажырасқан жоқпыз ғой. Мамасы қуып жүрген, мен үйіме әкеп тастады, болды. 2-3 күн жоғалып кетті. Сонымен қайттан жүр дейді. Енем мені мысалы 3-4 күн бұрын қуып жүрген, мен қалай барам ұяға? Айтпаған сөзі, боқтамаған сөзі, барлығын диктофонға басып жүрдім. Неге бастым? Себебі ең басында бірінші айда мен білмедім ғой, бұндай тірліктер болатын. Ештеме дәлелдей алмадым. Содан кейін уже екінші барған кезде менде страх болды. Уже күйеумен шақыстырып қоя ма, айтпаған сөзді айтты дей ма деген. Бұл екінші барғаның сонда 6 айдан кейін, е? Иә, 6 айдан кейін бір ай болдым. Сол кезден бастап жаза бастадым. Иә. Ажырасудың нақты себебі осы оқиғалар. Иә, енем. Ал негізі өзіңнің күйеуіңмен бұрын соңды бірге тұрған кезде 6 ай уақыт бойы ше, ол кезде бір екеуің келіспей қалатын, ұрысып қалатын ситуациялар болмады ма мүлде? Біз екеуміздің жағдайымыз бойынша ұрысатын нәрселер болған жоқ. Только енелерім, әпкелері жазғанда, или прямой эфирге, или историкке шыққан кезінде шақыстырулары ұрыс содан ғана шығатын. Бірақ ол бізге ажырасуға себеп болған жоқ. Осы енемнің қуып жіберуі, дуа, уже маған бала көтерме деген қарғыс сөздері,
мамасы барлығы жабылуы маған уже жеткілікті. Асыл ақиқатты мен көрген кезде сенің күйеуіңнен тоже интервью алды ғой, кішігірім түрін көрсетпей. Сол кезде күйеуің айтты да, мені бауырларымнан бас тартқысы келді, бауырларыңмен араласпа деп айтты деген. Ол не себепті айтылған еді? Неге араласпа дедім, себебі біз жаңаға кеттік қой, кеткенде Алтай екеуміз бірге тұрған кезде бауырлары маған менің қыздығыма, например, ол екеуміздің арамызда болған дүние, қыздығыма түскен баланы өтірік, менің анама тіл тигізді. Мен ол сөздерді айтпай-ақ қойын, бірақ Инстаграм желісіне салдым қандай сөздер екенін. Айтпаған сөздері жоқ, мені бір еркектердің астынан ұстап алып барып күйеуіме үйлендірген құсады. Сол себепті мен бауырларыммен араласпайсың дедім. Және де қайнап кем шақыстырып кетті негізі. Ерлі-зайыптың төсегіне жатып, әр нәрсені айтып, салақ, анау мынау дейді. Мен шкафтарымды айтады да салақ деп, менде жеке шкафтарым болған жоқ. Маған енем айтты, сенің дүниелеріңді қоятын менде бос орын жоқ үйімде. 2 миллиондай ақша бере сал, мебель дүниенің ақшасын. Атак, мен саған қоятын мебельге өзім мебельдерімді үйімнен шығарып тастай алмаймын деді. Біз оған келістік, бірақ оған дейін жеткен жоқ біздікі. Өзім жеке шкафым болған жоқ. Мысалы, мен түрлі суырмаларға, или енем киімнің қасына киімдерім даже сандықта тұрды. Өйткені мен жеке шкафтарым жоқ. Конечно, мен оны ақтарып жинамаймын ғой. Соларды көріп маған салақ, ішімдік туралы жала жапқандары да болды. Мысалы, енді қара, осы ситуацияны просто наоборотынан қойып көрсек, саған күйеуің бауырларыңмен, мамаңмен араласпа деп айтса, сен өзің қалай пікір білдіретін едің? Араласпас едім, өйткені ол менің таңдауым. Мысалы, мен мамам тұрмысқа күйеуіме шықпай-ақ қойсай, отбасын білесің деді, негізі шет жағасын білдім. Бірақ менде ойым мынандай болды. Өмірде дәл бұндай адам жоқ деп ойладым да мен. Егер үйленем, тамақты тәтті істесем, базарларына жұмысқа шықсам, үйім тап-таза болса, ол адам неге маған тиіседі деген менде ой болды. Барлығы жақсарып кетеді деп ойладым. Сол отбасылы болып тұрған кезде, мысалы, сенің тарапыңнан ешқандай қателік кетпеді деп ойлайсың ба? Таяқтың екі ұшы болады, мүмкін қателік кеткен шығар. Мысалы, неден қателік кетті деп ойлайсың? Қазір мысалы, ол кісілер де көріп отыруы мүмкін. Менің енем негізі бетіме еш нәрсені басқан емес. Ананы сүрт, мынаны бет дейді. Мен өте андай адаммын, резко түсініп алам. Мысалы, бүгін мен тіпті магазинге барсам да, 3 сағат айттым, сол 3 сағатты ұмытып қалсам да ойланып жүріп табам. Енем де солай, ана шкафты бүйту керек еді, хорошо болды. Мен соны қағып алам. Барлығын қағып алам, барлығын жасадым. Мысалы, менің өзімнің үй жинағаным өзіме ұнайды, сестренкам жинағаны ұнамайды. Дәл сол сияқты енеме де өзінің жинағаны мықты, менің жинағаным мүмкін ұнамайды. Бірақ мен барынша істедім. Бірақ ол кісі айтқан жоқ саған? Мүлдем. Просто сен өзің солай ойлайсың? Иә. Тағы не қателік кетті деп ойлайсың? Мүмкін бір жерде қатты сөйлеп қойдың ба, мүмкін күйеуіңе артық сөйледің ба? Бізде мүлдем ұрыс болған жоқ. Мүлдем. Даже бүйтіп бір ренжісетін күн болған жоқ. Сол больницаға түсетін бір күн бұрын ғана мені жұмысқа шақырды. Жұмысқа шығатын кезінде мен айттым, мама осылай ауырып жатырмын. Күйеуім көрді, өйткені қасында жатады ғой. Сонымен енем ренжіді, бірақ енді ол кезде енем ішімдіктен ауырып жүр ғой. Адам ішкеннен кейін ауырады, ауырып жүрді, қан құсып. Мені жұмысқа шақырды, бірақ мен ауырып жатырмын, потому что менде задержка болды. Сонымен ешқандай дәрі де ішуге қорықтым. Сонымен үйімде жата бердім, мен үйім тірлігін істеп, тамақ істеп, ертесіне мен больницаға түсіп қалдым. Больницада жатқан кезімде қансырап, уже балам түсіп жатты, ХГЧ положительный шықты. Сол кезде уже тамақ барлығын өзім мамам тасыды, ал енем болса мен жағдайым сұраудың орнына сол күні түнде менен бар алтыным, обручалкам бәрін алып кетті. Бұл қай кезде больницаға түстім дедің? Үйлене сап бір ай. Үйлене сап бір айдан кейін.
просто мен соңында да ойлап қалдым да. Жоқ, сол көп адам түсінбей отыр, бізде кошмар болды да, андай кошмар. Иә, просто анау тоже анау асыл ақиқатқа барған кезде кішкене түсініксіз болды да. Қанша ай үйленген, қанша ай үйленбеген, короче 2 ай, 1 ай, 6 ай дегендер шатасып отыр. Мен 2 ай тұрдым, 6 ай күйеуім. Басында 1 ай, соңында 1 ай, ортасында күйеуің ғана, иә? Ол кезде сен үйіңде тұрдың ба? Мен үйімде тұрдық, өйткені бізді күйеуім 270 мың айлық алады, менің емім бар, мен бүткіл операциям барлығы частный болды. Сол себепті бізде ақша жетпеді, сол себепті мен мамам үйінде тұрдық. Тамақ барлығын мамам берді, мамам төледі. Сол үйдің постелінде, сол үйде тұрдық екеуміз. Өйткені квартираға шығатын ақшамыз болған жоқ. А көтерген балаң ол 1 айдан кейін түсіп қалды, иә? Өкінішті. Барлығы енді оқиғалардың барлығын инстаграмға салдың, бүкіл оқырмандарың көрді. Енді мемлекеттің жартысы көрді десе де болады ол заттарда. Енді негізі отбасы деген жеке бір мемлекет қой, кішігірім. Оның барлығын халыққа жайып тастау, жалпы өзің дұрыс деп ойлайсың ба сол жағын? Иә, әрине дұрыс емес, өйткені ол үйде болған нәрсе, өзім таңдап үйлендім. Үйдің ішінде қалу керек ол заттар, иә. Халыққа оның керегі жоқ. Егер мен күйеуіммен ғана ренжісіп, екеуміз бір-бірімізді түсінбей ажырассақ, мен ол дүниелерді шығармас едім. Бұл жерде мені енем ажырастырып отыр ғой, сол үшін де мен шығардым. Өйткені мен сияқты қыздар өте көп, ене үшін ажырасып жатқан. Мен қазір естіп жатырмын уже, қандай қыздар жатыр, өте қиын қыздың тағдыры. Өйткені өз отбасыңды тастап, басқа үйге барып, қызмет ету, асты үстіне түсу, тем более енемен бірге тұру өте қиын негізі. Ол жылулықты торқа күйеуінен іздейді. Күйеуіне бәрібір болса, ол адам ажырасқаннан басқа амал жоқ, өйткені өзіне сұрақ қояды. Неге? Мен не үшін жүрмін? Кейбір қыздар бар, ата-анасына сөз келмесін деп, барлығына шыдап жүрген. Менде мамам поддержка берді. Мен өйткені өз-өзімді өлтіріп жібердім. Мүмкін саған да кішкене шыдау керек пе еді? Шыдайтын несі бар бұл жерде? Мен шыдадым ғой. 1 айдан кейін қуып жіберсе де, екінші рет не үшін бардым? Барлығы айтты маған. Бұл нәрселер шығармай тұрып та оқырмандар жаздым. Біресе ана үйде жүресің, біресе ана үйде жүресің, шелеңдеп, не жетпейді саған деп. Мен енем қуып жіберді деп айтуға намыстандым. Шыны керек. Өйткені менің подругаларым да бар, олардың күйеуі, енелері бар, мен оларға қызығам. Мен намыстандым. Сол себепті осылай жақсы, осылай күшті, екі ортаға жүре беру, сән ғой деп приколға айналдырып отырдым. Күйеуім өзі шығар деді барлығын маған. Сала бер, маған бәрібір білгенді істе деді. Сосын мен де мәсаған. Осылай. Сұхбатта да айтып отыр ғой, күйеуіммен бардым, мен дайватса еттім деп. Мен ондай адамды көрген жоқпын. Дворым алдына келіп, машинада ұйықтап жатқан адамнан. Неге ұйықтап жатады? Мысалы, мен күйеуім ғой, дұрыс па? Мейлі ақшасы жоқ болса да, бір 5-6 мың теңгеге кредитке болса да гүл алып келіп, кешірші, осындай, мен сенімен тұрғым келеді деген әңгіме болған жоқ. Шық далаға, мен келдім дейді. Мен қызбын, қызымда назы бар, ренжим. Болды, сонымен ол атам ұйықтап жатады машинада. Өткенде асырлы ақиқат болғаны шықты ғой, енді выпускса. Одан кейін күйеуің хабарласпады ма? Хабарласты, ренжіді маған. Неге бардың деді? Неге бардың деген асырлы ақиқат мені өзі шақырды, и сол ситуацияларда мен уже кәдімгідей өзім біртүрлі болып жүрдім. Қанша күліп жүргенмен ішіммен алай-дүлей болып жатты. Себебі күйеуің не нәрсеге ренжіді, например? Шығарған үшін шығар, білмеймін. Жиіркенішті адамсың деді, хорошо. Мамалары миын ашытқан шығар, білмеймін ғой. Жолға демеді ма? Жоқ. Бірақ мен ағасына заявление жаздым ғой, маған тиктокқа мен арнамасыма тиіп видеолар салған үшін, жазған үшін. Сол кезде екеуміз көрдік бір-бірімізді. Жақсы көрем, қосылайық, барайық деді. Бірақ уже бізде жол жоқ. Кім қандай видео салды дейсіз инстаграмға?
ағалары мені тикток желісіне салды. Жәлеп, анау мынау деген нелермен. Қандай страницада? Өзінің страницасымен. Соның барлығын мен жазған кезде резко скрин жасап алғам. Барлық дәлелмен бердім. Енді заявлением сотқа өтеді. Арызды кімге жаздың? Ағасына, қайынағама. Күйеуіміз екеуміз бөлек кеттік, біз екеуміз ажыраса қоймадық. Мамасы жазады, әпкесі жазады, анау әпкесі жазады, апамыз звондайды, абысыным жазады, қайынәпкем. Бізді солай жұлып жеді олар. Бала көтермейтін дейім де бар, өйткені каждый день стресс, каждый день жылау. Сол себепті де бала бермады деп ойлаймын. Негізі қаладыңдар? Өте. Оқымаған дұғам жоқ, аяқ ауырлардың үйінен ұрламаған затым жоқ, арым бар ғой. Аяқ ауырлардың екі бұдың ортасынан да өттім, дәрілер де іштім. Сүрелер де оқыдым, 42 күн оқу керек сүре бар екен. Оны да оқыдым, еш нәрсе болмады. Жақсы. В общем, тағы да бір дуа туралы бір информациялар болды, асыл ақиқатта, иә? Одан кейін барып, сен енеңді дуалаған сияқты, или ол кісі сені деген сияқты бір түсініксіз ситуациялар болды. Сен де кезінде бір көріп келге барғансың, одан кейін ол кісі де барған ба, иә? Вообще, сен өзің негізі жиі барып тұрасың мұндай адамдарға? Менің оқытылатын адамым ол қазақилық, кәдімгі. Бақсы ма? Білмеймін, енді Құранмен, немен оқып береді. Мен өзім кішкентайымнан солай қатты құрам. Ондайларға сенем деп енді айтпаймын, бірақ оқытылсам негізі жақсы болам. Бізде бұрынғы кішкентай кезімізде Мелес деген кісілер мықты болды ғой. Негізі өліп тірілгем деп мамаларым айтып отырады кәдімгідей. Андай папам өліп қалған иттің басына кеп қайнатып мені соған шомылдырған. Сондай өте нәзік болған ба, көз сиетін болған ба. Сол себепті мен оқытылып тұрам жиі. Бірақ енемнің барған адамына, мен өзім енемнің барған адамына оқырмандарым жазды ғой, осындай адресте сіздің енеңізді көрдік. Содан кейін ғана мен өзім бардым. Не болды, не айтты деп. Сол кезде ол кісі айтты маған, екеуіңді ажырастыр деді. А мен өзіме ондай күнә арқалағым келмейді. Тура осылай айттым, екеуі кетті деді. Туған мамасы мен, асырайтын мамасы барған. Мен солай. Оның екі мамасы бар сонда, иә? Үш енем бар ғой. Елдер бір енемен арпалысты, мен үш енемен арпалыстым. Ал асыл ақиқатқа келген өзінің мамасы туған, е? Жоқ. Асыраған ба ол кісі? Туған мамасы мүлде ара қатынасы жоқ, араласпайды. Мені мүлде жақтырған жоқ. Келін болып түскен күннен бастап сөйлеген де емес, бетіме қараған да емес. Мүлдем. Мен де сәлем салмаймын. Солай. Бұл кісілер өздері айтқан, мені ең басында бірінші ай қуып жіберетін кезде 10 тәуіп аралап келдік. Оны да маған айтты, сен мен баламды дуалап тиіп алғансың деп. Мен егер дуалап тиіп алатындай ондай күшті мықты адам болатын болса, бір шетелде жүретін, жағдайы мықты адам ұстар едім. Сен ойыңша сонда бақсы балгер көріпкелдерге бару дұрыс деп ойлайсың ба енді? Жоқ. Неге өзің барасың онда? Бұрын барғанмын. Қазір ше? Үйленбей тұрып, қазір мүлдем. Негізі дұрыс емес екен білесің? Дұрыс емес, жолыңды байлайды. И адам өзі не ойлайды, сол ойлап тұрған ойын ол айтып тұрады. Ол Аллаға серік қосу. Мен бірақ андай палаштыру, гадайт ету деген дүниелерге бармағам. Жарайды, енді қара, сен айтуың бойынша қазіргі әңгімен кейінде стористарынан барлығынан бүйтіп қарасақ, тек қана сол сенің бұрынғы отбасың, күйеуің, енең, сол кісілер ғана жарайды жаман дейікші, мейлі жаман, иә. Соны мейлі ол кісілер жаман адам бола салсын. Ал сен ше? Иә, менде де айтып тұрмын, қателік бар шығар, бірақ енемнің бетінен алып төсіне жауып сөз қайтарған емеспін. Қателік бар шығар дейсің, бірақ әлі білмейсің, то есть. Білмеймін. Өйткені сен бетін сөйттің деген болған жоқ. Асыл ақиқатта да базарға шыққанымды мойындап отыр. Ол жерде сол айтып отқан әңгімесі мені ұйықтатып тастап, машина ана жерде тұрады, азында тұрсам мына жерде тұрады, айтқан әңгіме. Екеуі қыдырды деген әңгіме. Болды. Атайық былай
менен көретін, бүйткен жоқ, сөйткен жоқ. Спальнигімдағы іш киімдерді айтыпты. Енді мен оларды білмеймін. Мүмкін енді каким-то образом тебіліп кеткен шығар астына. А так мен үй жинайтындай уақытым болған жоқ, енеміз де мойындар. Себебі мен дүйсенбі күні ғана үйде боламын. Дүйсенбі күні тамақ істеймін, енеммен айналысамын. Шертпек таратасың, өйтесің, бүйтесің, қонақ күтесің. Өйткені мен күнде жұмыста. Мен комнатамды жинаймын ба, азаннан кешке дейін базарға жұмысқа шығамын ба, енем ұйықтап жатады. Соны полный өзім жасаймын. Қандай үлкен точка екенін тараздықтар білер. Оңай емес. Мен енді өзім мамамның магазині болғаннан кейін мен оған тез үйреніп кеттім. Алып кеттім. Енем тірліктермен салонда жүреді, маникюр, педикюрін жасатады. Мен сауда істеп отырамын сол жерде. Блогерлікті кәдімгідей қойып кеттім ол кезде. Одан кейін тағы да бір қалың мал мәселесін қайтарып алды деген әңгіме бар, иә? Иә. Ол кезде қанша суммадағы әңгіме бұл? 1 миллион қалың мал, 500 мың өлтірі, сол алтындары. Бар алтынды алды. Сенің мамаңнан қайтарып алды? Менің күйеуімнен қайтарып алды. Күйеуім кредитін біз екеуміз бірге жаптық. Тегін әйел болдым. Екінші барған кезімде тоже кредитімізді жауып жүрдік. 1 миллион теңге енем айтып отыр ғой, кредиттерін астарлы хатта. Кредиттерін жаптырып алды деп. 1 миллион кредит жауып берді, себебі өзінің баласының үйлену тойының кредиті ғой. Соны өзі жауып берді, алып қойған ақшасын қайтарып жауып берді да. Бізге айтты, бізде 70 мың кредит қалды әлі. Сол 70 мыңды өздерін төлей беріңдер, маған ай сайын машинаның кредитін 150 мың беріп отырыңдар деді. Сонда біз лучше бізге кредитімізді төлеп бар жағында кішкене мелочь болса да ақшамыз қалған дұрыс қой. 150 мың, 200 мың. Ал көлік негізі кімдікі? Енем атында, енемдікі. Күйеуіме кредитке алып берген. Сен негізі өзің толыққанды отбасынан шықпағансың, иә? Иә, ата-анам ажырасқан. Әкем кішкентайымда соседімізбен жүріп кетті. Содан мамам да мен сияқты шыдап жүрді. Папам, мамам екі қолынан ұстап тұрып, сол жүріп жүрген әйеліне ұрғызды мамамды. Содан кейін ғана мамам ажырасты. Сіңілім ол кезде 1 айлық болған. Сонымен әкесіз өстік. Шүкір, мамам арқасында. Отбасында 2 қызсыңдар? Иә, 4-еуміз, екеуі қайтыс болған. Ол екеуі кішкентай ма еді? Иә, біреуі 2-3 айында бесікте жатып ішетін еді, көз тигенде де. Ол есімде жоқ екен. Сіңілім өзімнің көз алдымда қайтыс болды. Ол қаншада еді? Ол примерно 3-4 жаста. Адам болып қойған. Бізге енді сол кезде мамам киім алып берген болатын. Сол киімді көрсетіп бірімізге мақтандық. Сол кезде былай шкафты ашып атқан кезде тура индийский кинодағыдай көз алдында былай аспаннан ұшып прям төбемен ана варенье жерде қайнап тұрған, соның үстіне құлап түсті сестренкам. Мен қорқып кеттім ол кезде. Мен 6,5-7 жастамын ғой, өйткені 7 жасында ата-анам ажырасты ғой. 1 айлық сестренкам бесікте. Мамам асыға түсіп қауын алып келгенше, сондай какой-то 5-10 минуттың ішінде болған нәрсе. Қорқып кеттім. Ата тұрсын ай, мамаға айтпашы деп жыладым. Оны мен білмей көрпеге орадым. Мен оны енді көрмей қалады деген сияқты ой болды менде. Олай көрпеге орадым. Мен мамам кеп қалды резко. Скорый шақырды. 3 күндей комада жатты да, сонымен қайтыс болды. Сонда күйіп қалған ба сонда? Вареньеге күйіп қалды. 32%. Айтпақшы осы есімің туралы тағы бір сұрақ бар. Дония мен Аружан деген ат негізі бір-біріне сәйкес келмейді негізі. Қысқартып айтады дейін десең де болмайды. Неге ондай псевдоним? Әлде Аружан деген ат ұнамай ма? Ұнамайды. Папамнан жүріп кеткен әйелі қойған атымда. Мамаларым жас болған. Сонымен босанғаннан кейін сол көрші әйел үлкен ғой енді. Сол кісі мен атымда қойған. Сол себепті ұнамайды. Сен оны қайдан біліп қойдың? Кішкентайымда айтатын, өйткені сол үйде ойнаймыз ғой. Қарайтын соны үлкен балалары, қыздары, өте мықты араластық. Үйден шығып бір шаг аттасаң сол кісіне общага ғой. Солай жүре беретінбіз.
содан уже ұнамай кетті маған атым. Няням болды менің, бізді машинаға қаққан болатын сестренкам екеумізді. Мен 3 ай жүре алмай жаттым, мүгедек болып жатып. Үлкен дәрет, кіші дәрет бәріне өттім. Сестренкам үлкен операцияға түсті. Сонымен сол няням сол кезде кореянка еді. Доня, доча, доня, доча деп қарайтын. Содан сол кісінің қойған аты маған ұнады. Содан мен Доня деп ауыстырып салдым. Еш жаққа айтқым келмейді Аружан екеніне. Аружан десе жөнім ұстайды, қарағым келмейді адамның бетіне. Сонда сол сенің папаң сол кісіге үйленді ма сонда? Үйленген жоқ, жүрді. Просто сол кісі кетті? Иә, сол кісіге кетіп қалды. Бірақ ол кісі қазір өмірде емес, папаң? Әкем қайтыс болды, бардым. Білмеймін андай ғой, кейде ол нәрседе әкем қайтыс болғанда өзімді иногда кінәлаймын. Себебі әкем Астанада жұмыс істеп жүрген екен, бізге мүлдем алимент еш нәрсе көмектеспейтін. Блогерлікті енді бастап келе жатқан кезім, сонымен маған Қызылордаға бару керек болды. Мен Қызылордаға бару үшін маған пойызға ақша керек болды, 5000 теңге. Әкемнен сұрадым, осылай бере аласың ба? Сол кезде өте қатты боқтады. Әкем жоқ деді. Сонымен мамам өйтіп әйтеуір ретке алып беріп, сөйтіп мен Қызылордаға бардым. Оказывается, мен Қызылордаға сол папаммен сөйлескен күні түнде 12-де сөйлессем, папам азында жұмысқа баратқан кезінде машина ағып кеткен ғой папамды. И содан папам қайтыс болған. Папам қайтыс болған кейін бізден асыраушысынан айырылды деп бізге 5 миллион ақша бөлінді. Сол ойлап қоям да, мүмкін мен сол күні 5000 теңгені сұрамағандан бәлкім әкем қайтыс болмас еді. Өйткені сол бермеген 5000 теңгесі 5 миллион болып келді ғой бізге. Білмеймін енді, сол дүниеге өзім қатты кінәладым. Әкем қайтыс болғанда 3 айдай депрессияда болдым. Как раз Тұрардың әке деген өлеңі шығып жатқан сол кезде. Маған қиын болды. Негізі оңай өмір сүрген жоқпын. Общагада тұрдым, ата-анам ажырасты, ел кигенді кие алмадым. Бірақ шүкір, анам содан бәрінен алып шықты. Әр еркекпен жүрмеді, біз үшін үйленбеді, жақсы тәрбие берді, негізі. Енеме келетін болсам, енем мені түсінбеген себебі өзінің туған баласы емес, өздері келіндік міндетті атқармаған. Үлкен апамыз да ажырасып кеткен, енем де солай болған, енем мүлде үйленбеген. Бір кісіден бір бала босанған, сонымен 50 күннен кейін қайтыс болып кеткен баласы. Содан бала бермеген, ешқайсысы күйеуімен тұрмайды. Күйеуім жақта тоже бәрі ажырасқан. Ер азаматтардан 3 ер азамат бар үйлерінде. Күйеуім сол жаңа қайнаға, одан кейін күйеуімнің туған мамасының баласы бар біреу болды. Келін болған кезімде ешқайсысы мені жеңге, жеше деп сыйлаған жоқ. Амандаспайды. Өте қиын болды негізі үйленген кезім. Бірақ енді күйеуіммен бақытты адам құсап күліп ойнап жүрмін. Бақытты болдым негізі. Бала түскен күнге дейін және больницаға түскен күнге дейін. Одан кейін бәрі басталды. Тоқшылықта, баршылықта өмір сүргеннен кейін мүмкін күйеуім мамасына қарай бара бергісі келді. Өйткені ол жақта ақша бар, қиындық жоқ, үй бар дегендей. Менің үйімде тұрып жатқан кезде менің мамам күйеуім қысылмасын, күшік күйеу деген сияқты әңгіме өзіне нетпесін, қабылдамасын деп, менің мамам өзі магазинде тұрды. 6 ай үйге келген жоқ мамам. Солай өмір сүрдік. Күнде темекісінің барлығын ақшасын мен төлейтінмін, киіндірдім. Соңғы кетерде де күйеуім киімдерін сұрады, апасынан. Диктофон салдым ғой Инстаграмға.
киімдерін бересің ба дегенде, долларды күштілеп тұрып шашып отқан блогер әйеліне әперсін деді. Өз балаларына жанашымаған, маған жанашеді деп ойламаймын ол кісілерді. Енді ол кісілер де бір жағынан түсінуге болады, өйткені өзінің балаларына ренжіп қалған ғой ол уақытта. Типа сенімен бірге кетіп қалғанына, иә? Иә. Жоқ, олай кетіп қалғанда менің күйеуім қате істеді деп те ойламаймын. Өйткені аманат етіп алғаннан кейін қалай сен өз әйеліңді тастап кетесің? Мысалы, жүріп жүрген қызың болып қарсы болса, тогда бар ғой дейсің, мен атам қарсы. Ал уже мен өмірімді құртты, мен сонша жылдық сақтап жүрген Алланың берген абыройын, мысалы, ешкім қайтарып бермейді ғой маған. Мысалы, енді ажырасқанға, даже негізі по документу ажыраспағансыңдар, бірақ бөлек кеткендеріңе деп айтайыншы, 2 ай уақыт өтті. 2 жарым айда, иә. Бұл бұндай шешімдер шығаруға, бұндай әңгімеге бару әлі ерте деп ойламайсың ба? Өйткені мысалы кейбіреулер жарты жыл, 1 жылдан кейін қайттан қосылады. Әрине, бірақ инстаграмға ештеңе салмайды, ол обычный адамдар ғой, енді халық. Сол сияқты, мысалы, сотқа барсаңдар да сендерге уақыт береді ойлануға. Тура сол сияқты нәрсе. Ерте деп ойламаймын, өйткені мен ол үйде не істеймін? Ол адаммен тұрғанда мен не істеймін? Ертең біз қосылсақ та, сен мені сол кезде қорғамадың ғой. Аналар мені бүйткенде сен сөйтпедің ғой деген бәрібір біздің арамызда кекілжің болады. Сол себепті екіге кетіп, әркім өз бақытын тапқан дұрыс деп ойлаймын. Күйеуіме тағар негізі еш нәрсем жоқ, бірақтан да ер азамат болғаннан кейін отбасын айтқанын тыңдап, өйтіп сұхбат берді ғой ұстазға хатта. Ондай өтірік нәрселерді айтып керек емес еді. Или мен күйеуім реально мені оқығанымды білмей ма, мен ол адамды түсінбедім. Негізі оқымаған деп айтып отыр ғой. Өзінің анасы да, бүткіл әпкелері, тіпті жазып отырған қайнағам да ешқайсысы оқымаған. Күйеуім ғана оқыған. Оқымаған деген әңгіме қай жерден шықты ол? Маған сол жерде сұхбат бергенде айтыпты, оқымаған қыз деген сияқты мені. Қазір енді оқымау негізінде қатты важный зат емес, өйткені жоғарғы оқу орнын бітірмеген адамдар да талай нәрселерді атқарып жатыр. Түсінікті. Давайте бір шын жауап берейік мына сұраққа. Жаңағы енді өйткені отбасың тоже жаман әдеттерін айтып қалдың ғой. Жалпы өзіңнің жаман әдеттерің бар ма? Ішу, шегу, тағы басқа деген сияқты. Ішіп шегу дегенде отырыстарға барғанда вино ішемін. Қазір енем айтатын шығар, айттым ғой мен бұл ішеді деп. Ол кезде енді маған ішімдік туралы жала жабылды ғой. Шегесін деді. Күйеуімнің былай темекі шеккені мен үйленген кезде бізде қыс болды, қарды сол жерге күреп қойғанбыз. И соның үстіне тастай берген. Қалай қар ереді. И ана жердің барлығы пучок дейма, сондай болып жатқан. Сонымен соны маған жапты, бірақтан да мен темекі мүлдем шекпеймін. Вообще ештеңе шекпейсің? Жоқ. Алдағы уақытта енді тұрмысқа шығу ойда бар ма? Егер ойда болса, қандай адамға? Бұл жолы енді отбасына қарайтын шығарсың, жігітке емес, Иә. Қиын ғой негізі. Қыз баласына өте қиын, өйткені. Енді ажырасу енді еркектерге де оңай деп айта алмаймын. Оңай емес. Ешқандай адамға оңай емес. Бірақ ол кісілер ештеме жоғалтпайды ғой. Үйленіп ажырасқан болды. Сен жоғалтып отыр ғой, ештеңе жоғалтпайды дегенбіз. Мысалы, сенің күйеуің сен жоғалтып отыр. Басқалар мақұл айтпай ақ қой. Өкініші болса, әрине оған қиын. Ондай өкініші болмаған адам ол еш нәрсе жоғалтпайды. Мен мысалы бір рет үйленіп ажырастым ба, енді мысалы маған жігітпен сөйлескенде маған қиын болады. Себебі барлық еркек. Ол да үйленіп ажырасты ғой. Ол ер азамат қой. Енді қазіргі заманда ол бәріне адам табылады негізі. Соны айтып жатқан ғой жаңағы.